намаз оқығандарға нендей өкініш деп. Намаз оқыған кәпір. Оны да алады да бүкіл намаз оқымаған бәрін күпірлікпен айыптайды. Бұл жердегі кафара сөзі не мағына беріп тұр? Мысалы, сонда әйел мысалы хайыз кезінде намаз оқымаса кәпір бола ма? Немесе сен ұйықтап қалдың намазға. Кәпір боласың ба? Онда неге сен қайтадан намазыңды оқы деп оған бұйырасың? Сен кәпір болып кетсе егер амал етпеген адам, онда сен оны исламға кәлима шахадат айтуға бұйыру керексің. Сен кәлима шахадат айт, сосын барып намаз оқы каждый раз. Каждый раз намазға ұйықтап қалсаң, сен қайтадан кәлима шахадат ету керексің де олардың көзқарасында. А бірақ өздері де-факто олай айтпайды ғой, мысалы, намаз ұйықтап қалған, немесе хайыз болып намаз оқымаған адамға кәлима шахадат айт демейді. Олар намаз оқы дейді, намаз парыз деп намаз оқытқызады. Сен егер намаз оқымаған адам кәпір болса, онда сен кәлима шахадат айту керексің оған. Бірінші. Сосын барып намазға бұйыру керексің. Оны ешкім намаз оқымай, кейін намаз оқымаған адамды ешкім кәлима шахадат етуге бұйырмайды ғой. Демек, діни мәтінді түсіну, оны өте көп. Бұл жерде тек қана араб тілі жеткіліксіз. Араб тілінен бөлек, араб тілден тыс жағдаяттар бар, өте маңызды, контекст бар. Мысалға, бір хадисті алып алып амал етілмейді. Егер бір хадисті алып алсақ, біз фауаилул лил мусаллин деген аятты алып алған сияқтымыз ғой. Немесе ла тақрабус сала деген аятты алып алған сияқтымыз. Яғни фауаилул лил мусаллин деген намаз оқығандарға нендей өкініш деп тұр. Ла тақрабус сала, намазға жақындамаңдар деген аят бар. Енді соны алып амал етпейсің ғой. Толық аласың ғой сен. Тап солай бір хадисті алып амал етілмейді.